Süt sarısуын күнделікті жағдайда süt sarısуын дайындап, күнделікті үй жағдайында қалай істеп жасап ішуге болады. Соны көрсетеміз видео арқылы. Сүтті бірінші қолдың сүтін отқа қоямыз. Қолдың сүті дайын болып қалды. Нұрбақыт сірке суын қосып жіберейік. Дайын болып қалған, пісуге дайын қалған сүтке кішкене сірке суын құйып жібереміз. Сол кезде біздің жаңағы ірімшік пайда болады. Сүттің беті әртіктері Нұрбақыт көрме. Сірке қышқылы қойғаннан кейін уже несі пайда болды. Көрдіңіздер ғой. Мына сірке суын құйғаннан кейін іртік аппақ болып біздің ірімшігіміз бөлініп шықты. Кәдімгі сүт сарысуымыз біздің бөлініп жатыр. Енді қазір осыны сәл қайнағанымызда бұны сүзгіге салып, ірімшігін бөліп сүзіп аламыз. Міне біздің ірімшігіміз бөлек іртіктеліп шықты, және сарысуымыз бөлек шықты. Енді отты өшіреміз, және осы мені ірімшігін бөлек марлыға салып аламыз. Ірімшігін бөлек марлыға сүзіп салып аламыз. Сонда біздегі кәдімгі үй жағдайындағы денсаулыққа пайдалы, әрі жеңіл, ас қорытуға жеңіл табиғи сүт сарысуымыз дайын болды. Нұрбақыт ұстап тұр, мен мына сарысуды неге құяйын? Тоқтай тұр. Мынаны сүзіп алайық тағы да. Ашарып ортасын. Мынаны былай салып алайықшы. Ірімшікті бөлік сала ғой. Ірімшікті бөлік салып алайық. Міне бұл біздің ірімшігіміз. Енді табиғи сарысуымызды сүзгі арқылы сүзіп аламыз. Сонда бұл біздің күнделікті үй жағдайында сарысуды осылай пайдалануымызға болады. Осыны үй жағдайында дайын сарысуымыз үй жағдайында Нұрбақыт. Міне біз эксперимент жасадық. Осы сарысуды суытып, үй жағдайында күнделікті ішіп жүруімізге болады. Бұл бізде денсаулыққа өте пайдалы. Енді Нұрбақыт біз келесі видеомызда көкөністі смузи дайындаймыз, яғни тұзды смузи дайындаймыз. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге қызанақ керек, бір дана, соң кішкене қара бұрыш керек, шымшық тұз қосу керек, және әрине мұздатқышта салқындалған сүт сарысуы, табиғи сарысуы керек. Смузиді салайық, Нұрбақыт. Қызанақты салайық. Келесі тұз қосып жібер, шымшық тұз қосып жібер. Кішкене қара бұрыш қоссақ болады. Шымшық, кішкене сәл ғана шымшық қосса, өйткені бұл бізде тұзды смузи көкөністен жасалған. Келесі бұнымызды араластыру үшін мұздатқышта салқынданған сүт сарысуы, табиғи сарысуынан бұдан бір бокал құямыз. Қазір енді кішкене көз мөлшеріне қосайық. Сосын Нұрбақыт жаба ғой қақтағы. Келесі блендермен араластырамыз. Дайын смузи. Нұрбақыт қосшы жібер. Жақсы. Енді бұны дайын болған көкөністі смузиіміз, сүт сарысудан жасалған көкөністі смузиімізді қажетті ыдысымызға құйып аламыз.
міне бізде осындай смузи пайда болды. Яғни бұл бізге жазда аптап ыстықта салқындатып ішуге пайдалы. Нұрбақыттарын көрейік, иә? Жақсы. Салқындатылған әдемі денсаулыққа сүт сарысуынан пайдалы көкөністі смузи.